Ал армысыздар қазақтар. Украинада соғыс басталды. Ақша жинап, жылу жинап, қазақтар жүгірді. Әлі де көмектесіп жатыр. Палестинада соғыс басталды. Қазақтар жүгіріп көмек сұрап, садақаларын беріп, ақшаларын, каспилерді неше түрлі тамақ жібергендер бар. Енді қазақ өзі қиналып отыр. 10 өңірде су тасып, шаңырақтары шайқалып, жерге құлап, быт-шыттар шығып жатыр. Малдан айырылды, үйден айырылды. Масқара сұмдық. Қазақстан 10 өңірі, бүкіл Қазақстан деген сөз. Билік шұғыл төтенше көмек бере алмай жатыр. Көмек бергіш исламистер, көмек бергіш садақа жинағыштар. Неге енді көмекке ұмтылмайсыздар? Неге өз қазағымызға жүгірмейміз көмекке? Қызық, Сонда біздің сеніміміз, біздің жауапкершілігіміз сонда ислам религиясында, сонда христиан религиясына ғана жүре ма сонда? Ал өзіміздің ұлтымызға, өзіміздің ағайын бауырларымызға жан ашуға, адамгершілік жасауға, сонда біз оған ұмтылмаймыз, Сонда біз тек бөтенге ғана жақсылық жасаймыз. Өз ұлтымызға шаншардың ролигін қосып қойып, кеме сатып алмайсың ба, балық аулап жемейсің ба деп мазақ етіп отырмыз. Біз өз ұлтымызға жанымыз ашымайды. Қалай бізді Құдай қолдайды, қалай аруақ бізді жебеп жасқайды, қалай Тәңір бізді жарылқайды? Егер біз өз ұлтымызды адам санап жатқан жоқпыз. Аянышты қазақ, аянышты. Бұндай түрмен біз өсіп өнбейміз. Жаңа жыл басталды, міне опат болып жатыр. Жер сілкініс болып жатыр. Жұт 9 ағайынды дейді. Құдай білсін, жазымыз не алдымызда не күтіп тұр. Өте жоғарғы жыл 29 ақпанмен бітті. Құдай ақырын берсін.